сәлем. Бұрынғы заманның жақсылығы сол ма? Қатар отырған бір туысқан елдер бірін-бірін шауып, шашып сойқаннан айырылмаушы еді. Алып кемпір шал, қатын бала тыныштықпен ұйқы ұйықтап, асын шалмаушы еді. Алып кетеді, жұлып кетеді. Сол заманның жақсылығы сол ма? Бұл заманда бары бар еді. Адамның үстінің үрлігі бар еді. Ассалаумағалейкум. Қан қалай екен? Шүкір аман. Дәурен заман сайын, ақыр заман белгісі айқындай бермек. Адам құлақ өзгеріп, азғындай түседі. Бір заманымыз өзгені қойғанда, пайғамбар заманына жақынырақ келеді. Жақсылық пен игілікке алыс жақын жоқ. Анау Алатаудың басында күнге жақын, ал бауырмасында мәңгі кетпес мұз жатады. Ал бауырында неше түрлі гүлдер, жемістер өседі. Жан-жануарлар судан қуат алады. Сіздер Әбу Талиптан жақын емессіздер. Ол әкесі еді. Әбу Талип кәпір болатын. Жә, тоқтат. Сен оқыдың да білім алдың, ұстаз көрдің. Біз надан өстік. Бірақ сол білімін неге саған жұрттың алдында ата сыйлауды білдірмейді саған? Көп көзін жекеп, әкеңді сүйреткенде не мұратқа жетпексің? Ол кінәсіз орынды. Айт менде екені рас. Ғафу етіңіз. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл келдең наданның. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Ойда қайрат, ойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көргенде, жүгерлен сілкін, қайраттан беркін, деп насихат бергенде, ұятсыз арсыз салтынан қалғып кетер артынан. Тасыса өсек, ысқыртса кесек, құмардан әбден шыққаны, күпілдек мақтан, табытын қаққан. Инсап, ұят, терең ой, ойлаған жан жоқ жауып қой. Бір кісі мұңға, жоқ кісі сұңға, әлі жетер заман жоқ. Қадірлі басым, қайратты жасым, айғаймен кетті амал жоқ. Болмасқа болып, қара тер, қорлықпен өткен қу өмір. Ғылымды іздеп, дүниені көздеп, екі жаққа түңілдім. Құлағын салмас, тіліңді алмас, көп адамнан түңілдім. Екі кеме құйрығым, ұста жетсін бұйрығым. Малыңды жауға, басыңды дауға, қорқылма қорға татулас. Өтірік ұрлық, үкімет зорлық, құрысын көзің ашылмас. Ұятың арың оянсын, бұл сөзімді ойлансын. Ақын абай, ұлы абай, бұны кім жасады? Сіздер не естіп тұрмысыз? Естимісіз ұлы абай, ақын абай? Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, достарасыз аузына түстім ұрттың, жақсы менен жаманды айырмадың. Бір қан, бірі май боп біргенді екі ұрттың. Атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын, халқым надан болған соң, қайда барып оңайын. Жолама қолар маңайға, не қылмадың талайға, кім жағады сендерге, тартқызған азап абайға. Соныңда тілін алмадың, сабадың, сөктің, қарғадың. Көріне қашан кіргенше, арсылда бетте қалмадың. Сендерден белгі не қалар, жемтігін жеген жеп қалар, ақылы дария абайға, таусылмаз қорын кен қалар. Жақсыдан қазына пұлғалар, солмайтын жасыл бұлғалар, сендердей арсыз қулардан желге ашатын күлғалар. Қалың абай десем есіме ер түседі, қалың елім қазағым жер түседі. Абай десем есіме қазақ түсер, күрленген ғажап түсер, күренген азап түсер абай десем. Абай десем есіме тегім түсер, есен кеткен ескіге кегім түсер. Абай десем, қараңғы халық деймін, қайғыны алып дейсің, қамаулы жарық деймін, абай деймін. Абай десем, есіме жар түседі, жүрек қаны көз жасы зар түседі. Абай десем қаралы дала дедім,
қасіреттің ала дедім, жандағы жара дедім, абай десем. Абай десем сарғайған сана деймін, абай десем данышпан дана деймін. Абай десем осылай күй дегенім, есіңді жи дегенім, еліңді сүй дегенім, абай десем. Парасатты болып туған Шыңғыс таудың абайы, ән мен жырын мұра қылған Сарыарқаның абайы. Нақылымен сана болған қазағымның абайы, ақылымен дана болған бүкіл әлем абайы.